5 bölümнің соңғы оқылымы. Мен үшін бүгіннен бастап жайқалған гүл де сенсің, аңқылдақ жел де сенсің, мөлдіреген бұлақ та сенсің, елжіреген шуақ та сенсің. Көбелек те сенсің, көбелек ұшқан көк жасыл төңірек те сенсің. Жыл құсы да сенсің, ұшып жеткен бұлттарда сенсің, жаңбырын төккен. Айда сен болып туады, күнде сен болып шығады. Жұлдызда сен болып жанады, суда сен болып ағады. Найжағайда сен болып өріледі. Қысқасы бар көркемдік, бар нәзіктік сен болып көрінеді. Деп өзін өзі іштей жұбатқан ердана, Нарынсу өзенін өрлеп, Мәриямның бейтіне күн ұясына ене бере келіп жетті. Жетті де сілейіп тұрып қалды. Мәриямға тұрғызылған қорғанның сыртынан тағы бір қорған тұрғызылып жатыпты. Дені қаланып болып, тек сыңар босағасы ғана қалыпты. Мүмкін ол кетігін келесі күнге қалдырған болар. Ердана өз көзіне өзі сенбей дал болды. Кімдер тұрғызады, не себептен? Мәриямның достары ба? Жоқ әлде атастырған жігіті мырзаш ба? Олай болудың да қисыны жоқ. Бір адамның қабіріне қос қабат қорған тұрғызу қазақ тарихында болған беді. Исламның шариғат жолында бұндай айтылым бар ма? Жоқ, мүлде мүмкін емес. Қабірдің қақиесі мына мен едім ғой. Менден рұқсатсыз кімдер бұлай істеуге барды? Бекер емес. Бұнда белгілі бір сыр болғаны. Ол бейіт маңындағы ауылдарға соқпастан, Қарсыдағы Қанай сайында отыратын Жәдік ауылының құдай қонағы болды. Ондағы аузында иманы бар, көсемдей көшелі шалдармен әңгімеде болып, қорғанның мән-жайын ұғысып көрді. Олардың айтуынша, Боданбай Ердананың сәлемін елге жеткізген соң, төре ауылының біліктілері бір түйінге келе алмай, жақ-жаққа бөлінген. Біреулері төре қараға ежелден құм берген емес. Ердананың құн алам деуі заңсыздық. Десе, енді біреулері Мәриямға төре әулеті құда түсіп қойған себепті, оның сүйегі болмаса да еті төреге тән болмақ еді. Ол қайтыс болғанда жерлеу қаражаты нәзір құзыр шығындарын төрелер көтерді. Солардың айғағы ретінде жыл уағы толмай қорғанын да тұрғызып қою керек. Бұған құн дауы жүрмейді екен дейді. Ал тағы біреулер Мәриям болса балалық істетіп, өзін-өзі өлтірді. Оны төре жігіттері қасақана жартастан құлатып өлтірген жоқ. Ердананың Өкіртайдың жылқысын барымталап кетуі жолсыздық. Осы қылығы үшін оның өзіне жаза қолданып, болмаса айып төлету керек дейді. Бұл жерде қорған аруаққа сауап үшін емес, құн дауынан құтылып, ел абыройын сақтап қалу үшін тұрғызылып жатқаны түсінікті болды. Ертеңінде Ердана зират басына барып, қорған жиушыларға, қорғанның жиналар жері жиналып кеткен екен, қалған жарым босағасы тоқтатылсын, деп қайтарып жіберді де Боданбайды іздеп тапты. Олар Жамбылдағы Үкіртай ауылына беттеп келе жатып, Үкіртайға айтар сөздерін пысырып алды. Бодеке, олар менің рұқсатымсыз қорған сыртынан неге қорған тұрғызады? Оларына ара түсіп жиғызбай қойсаңыз болмас па еді? Деді Ердана, өкпелеген рай танытып. Мырзам-ау, одан алаңдама. Қайта олардың қорған тұрғызғаны тіпті жақсы болды, деді.
Onun бұл сөзінің байыбына паралмаған Ердана қалайша деп сұрады. Оны сот ашылып, тау шиеленіске түскенде түсінетін боласың. Әзір ол жағын көп сөз қып кетпе деді. Сонымен бір даугер, бір қарапайым атбекет Қызырбекпен ұзақ кеңесті. Боданбай өзінің Ерданаға берген уәдесінде тұрып, бұл даудың дәл үкімін шығаруды өз мойнына алатындығын айтып өтініш білдірді. Сонымен ел ішіндегі беделді жақсысымен жайсаң, молда қожалардың басын қосып, даугердің талабы бойынша күбәнді адамдар мен айғақшыларды алдырды. Бәдиғаға толмаған Зейнепті сөйлетіп, Әсқаптың қылмысын мойындатты. Бұл құн дауы аудан аймаққа бармай, сол замандағы 4 би төре заңы бойынша шешімін табуға тұрақтанды. Бұл заң би төрелердің қазақ хандарының ежелгі заң қағидаларына негізделіп, Керей елінің салт санасын қамтып жасалған заң еді. Ол 9 үлкен ереже 34 тармақтан құрам тапқан болатын. Құн алып құн беру, және үйленіп некеге тұру, жер дауы мен жесір дауы деген дауышарлар ел ішінде жиі кездесіп отыратындықтан, би болыс сынды ел серкелеріне жаттанды бола бастаған. Үйленіп некелі болу барысында қызға құда түскен жігіт жақ бай ауқатты болса, қалыңына 100 ырғара, орташа дәулет иесі болса 70 қара, кедей болса 40-50 ұсақ, ырғара болса 30-20-дан асып кетпеуі керек деп белгіленген. Ердананың құдасы орысаша дәулетті шаңырақ болса да, бірде-бір мал қалың алмаған. Тек құда болу мақұлдығын ауызша білдірген. Мәриямның өліміне келсек, адал махаббаты басқалар жағынан аяқ асты етіліп, дінсіз қатыгездікпен қасақана басқыншылыққа ұшыраған. Ұшырап қана қалмастан намысқа шыдамай, жас басын өлімге байлап, жартастан құлап өліп алған. Оның айғақ дәлелі өлер алдында ағасы Ердана мен сүйген жігіті Мырзашының атын атап, жылап отырып қоштасқаны. Енді оның дағуасы қалай шешілмек? Осыған келгенде тағы заң тармағына жүгінуге тура келді. Заңда белгіленуінше, егер бәдиғаға толмаған қызды зорлап, абыройын төккен қылмысты 82 қой айып төлейді. Қыз бәдиғаға толған және біреуге атастырылып қойған болып, басқалар жағынан басқыншылыққа ұшыраса, қылмыстыға атан түйемен қоса жақсат айып салынады. Атан түйе қыздың әке-шешесіне, жақсат қыздың айттырған жігітіне беріледі делінген. Бұндай болғанда мұна қылмыстылар жеңіл құтылып кетер еді. Ең түйінді жері қызды басқыншылыққа ұшыратумен қоса, оның өліміне себепші болды. Енді ол қылмыстылар қалай айыпталмақ? Осыған келгенде дау онан ары көлемін ұлғайта түсті. Мәриямның төре әулетіне атастырылған ақиқат. Тірі болса төре әулетінің ұрпағын таратушы аналардың бірі болмақ еді. Бірақ ол ықпалды осы рудың 2 жігітінің зорлау салдарынан намыстанып қыршын өмірін қиды. Әрі төрелер оны некелі адамымыз деп танып, қорған тұрғызды. Бұл да үлкен айғақ. Үйлену некеге тұру заңының 4-ші тармағында жат руға барған әйел сол рудың адамдары жағынан қастандыққа ұшырап өлім құшатын болса, сол ру немесе өлтіруші
Беріп алған қалың малының қосымша құны сүйек ақысы ретінде әйелдің төркініне 100 ырғара төлейді деп белгіленген. Ал Мәриямға қалың мал берілмеген. Бірақ өзі ұзатылып барғалы отырған ұру жағынан қастандыққа ұшырады. Сондықтан ұру атынан 2 жігіт бір әйелдің жарым құны ретінде 50 ырғара айыпқа жығылуы керек. Оның сыртында Үкіртай ауылының жылқысын бағып, адал кәсібімен жан бағып жүрген бейкүнә Ердананың сыртынан өсектеп, елден кетуге мәжбүр етіп, жарым жыл басын қаңғыртып сергелдең тағдырға тап қалғандар да осы елдің ішінен шығып отыр. Оларда қағыс қалмай жазаға тартылып айып төлеуге қақылы. Осылайша құн дауы әділ шешімін тапты. Бұл айыпқа келген 60-70 ырғара Ердананың алдына салынып берілді. Боданбай Қызырбектерге ризашылдықпен қош айтқан Ердана Сартау жаққа көшіп кетіпті дейді. Нақтылы қайда жер аударып кеткенін көп ешкім білмейді. Марынсу өзенінің жағасындағы қос қорғанды бейіттің тарихын жұрт осы жүлге негізінде әңгімелейді. Бұл хикаят сол бұлдыр қоғамның тарихтың өзін ойып ала салу емес, көркем әдебиет тұрғысынан жазылды. Оқырман осының ара жігін ажырата біліп, сын көзқарас айтуын тілеймін. Құрметпен автор, хикаяттың соңы.